қазіргі күні интернет барша халыққа, адамдарға қолжетімді болып отыр. Интернетті балалар да, ересектер де, жастар да, егде адамдар да бәрі де пайдаланады. Соған орай интернет арқылы өздерінің бизнестерін интернетке енгізіп, интернет арқылы бизнестерін жүргізіп жатқан адамдар көп. Шетелдерде мысалы бұл ертеректе жақсы дамып кеткен. Қазіргі кезде мысалы батыс елдерінде бизнестің 70-80% тіптен интернетке еніп кеткен. Осыған орай интернет бизнес деп аталатын бизнестің жаңа түрі қалыптасып шығып отыр. Бұл Ресейде жақсы дамыған, бізге де келіп жатыр. Бізде де, Қазақстанда да, қазақ тілді аудиторияның арасында да интернет арқылы ақша тауып жатқан, соны кәсіп қылып жүрген адамдар бар. Ол адамдар мысалы өздерінің интернетте дүкендері болады, болмаса түрлі жобаларға қатысып, солардың товарларын сатады, қызметтерін сатады, немесе желілі маркетингке қатысып адамдар шақырады. Қандай жобаға қатыспасын, сол интернет арқылы ол адамдар ақша табады. Енді интернет арқылы егер сіз ақша табуға, табыс табуға ынталы болсаңыз, ойыңызда болса, болашақта осындай жұрттың бәрі жасап жатыр, мен де осыны көрсем қалай болар еді деп ойлап жүрген болсаңыз, онда ең басты мәселе интернетпен айналысқан кезде, интернет бизнеспен айналысқан кезде, интернет арқылы ақша табамын деп алдыңызға мақсат етіп қойған кезде керекті құрал бұл сайт. Сайт болғанда толыққанды сайт емес, бұл лендинг пейдж деп аталатын бір беттік сайт. Ол сайтта, лендингте сіз қатысып жүрген жоба туралы, компания туралы барлық ақпараттар жинақталып қойылады. Сол компанияға кірген адам не табады? Ол тауарды сатып алған кезде сіз қандай ұтасыз, қай жағынан ұтасыз? Сапасы қандай? Немесе сол қызметті пайдаланған кезде сіз қай жағынан ұтасыз? Соның бәрі туралы айтылады. Видео арқылы айтылады, мәтіндік мәліметтер арқылы айтылады, суреттер болады. Соның бәрі арқылы адамды шақырады. Сол жаңа қызметті пайдалануға, немесе товарды сатып алуға, соның пайдалы жағын, соның сізге оңтайлы, ыңғайлы жағы туралы барлық мәліметтер айтылып беріледі. Соған кірген адам сондағы мәліметтермен танысып шыққаннан кейін нық шешім қабылдайды. Айтқанда, ол адам сол компанияға кіріп жұмыс істеудің, немесе сол компанияның тауарын, немесе қызметін пайдаланудың пайдалы жағын әбден түсінгеннен кейін бірден шешім қабылдап сіздің клиентіңізге айналады. Бұны Ресейде сайт воронка деп аталады. Сайт воронка дегеніміз сорып тартып алушы деген сөз ғой. Яғни айтқанда, бұл сайттың құдіреттілігі сонда келген адамдарды тартып, клиенттерді ерікті, еріксіз болсын мәжбүрлеп соған жаңағы сол қызметті пайдалануға, немесе товарды сатып алуға соған азғырып көндіреді. Бұл теріс жағы емес әрине. Өйткені онда жаңағы товар егер сапалы болатын болса, қызмет сапалы болатын болса, пайдалы болатын болса, соның жағын бәрін айтып сізге түсіндіреді. Соны түсінгеннен кейін сіз өзіңіз нық шешім қабылдап, соны пайдалануға жаңағы шешім қабылдайтын боласыз. Енді сол лендинг пейдж деп аталатын сайт туралы мен әңгіме етпек боламын. Мынау менің пошта сервис, жасклик деп аталады. Мен осы жасклик деп аталатын пошта сервисін пайдаланамын. Бұл ақылы сервис. Айына 1000 рубль төлеймін. 1000 рубль бұл теңгеге шаққанда 5500 теңгенің үстінде болады. Бұнда менің өзімнің подписчиктерім бар. 1000-нан аса подписчигім бар, жинап алған. Сол арқылы, мысалы, өзімнің товарларымды, немесе өзімнің қызметтерді, жобаларға қатысам, солар арқылы ұсынып отырамын. Сөйтіп, кішкене ақша тауып отырамын. Жұмысқа қосымша ретінде. Енді осы сервисте, мысалы, лендинг пейдж деп аталатын сайтты жасайтын конструктор бар. Тегін жасайсың, бұл сервисті пайдаланған кезде сізге соны ұсынады. Менде көптеген жаңағы подписная страница дегендер бар, және лендингтер бар. Лендинг енді көп емес, бірнеше лендинг бар. Өзім жасап алған, соны енді көрсетейін сізге. Мынадай бет ашылды, мінекей мына жерде менің сайттарым, беттерім бар, страница, подписная страница бәрі бар. Мына жерде мен жақында ғана жасаған, Vista деп аталатын жаңағы өнім, депозит, сол депозитке шақырып жасаған лендинг.
Бұны қазір редактировать етіп мен түзеуіме болады. Мінекей мына жерде тұр, өзгертуіме болады. Енді осы лендингті мен сіздерге қазір көрсетіп берейін, бұл не нәрсе екен. Мына жерде мінекей ссылкасы тұр, сілтемесі тұр. Сол сілтемені басып, қазір мінекей кірдік. Міне лендинг деп аталатын сайт, осындай сайт болады. Мына жерде менің мінекей телефоным тұр, ең жоғары жағында шақырып. Мына жерде мінекей жобаның атауы Vista депозита. Немесе жылына 20-25% валютамен өсім беретін жоба. Мынаны оқыған кезде адам бірден түсінеді. Vista депозит. Депозит екен ғой бұл. Валютамен жылына 20-25% өсім береді екен. Жақсы нәрсе. Бірден адамға, егер депозитпен айналысып, инвестициямен айналысып, ақша табайын деп жүрген адам болатын болса, жиған тегені болса, бірден әсер етеді, бірден қарап, бұны жаңағы қызыға бастайды. Асында мінекей бұл жоба кімдерге арналған? Ақшадан ақша жасап, депозит өсіммен өмір сүруді ойлайтындарға арналады. Ойыңызды үрей мен қорқынышты, күмән мен күдікті жеңіп, тәуекелге бел байлап, нық шешім қабылдай алмасаңыз, ешқашан өміріңізді жағымды жаққа өзгерте алмайсыз дейді. Мына жерде осындай нәрселерді оқыған кезде, мінекей мына астында да тұр. Адам жаңағы өзінің өмірін өзгерту үшін не істеу керек, депозит дегеніміз не, ол адамға не береді, мына депозит не береді, түсіне бастайды, сезіне бастайды. Мына астында барлық депозиттің тарихы, қашан құрылған, қалай жұмыс істеп жатыр деген сияқты мәселелер бар. Мына жерде мінекей тәуекел деңгейі қандай дейді. Мына жерде видео тұр. Видео жұмыс істейді, мінекей. Жұмыс істейді. Бұл өзім түсірген видео, осы депозит туралы видео. Мына жерде мінекей Vista депозитті қызықтыратын болса, онда хабарласыңыз деп, мына жерде телефон нөмірі, пошта, электронды пошта жазылып қойылған. Үлкен әріппен мінекей көрініп тұр. Мына жерде мінекей депозит ашу сізге не береді? Өміріңізді қалай өзгертеді мына депозит деген мәселе төңірегінде ойлар айтылады. Мына жерде адамдардың өмірін өзгерту үшін ең басты мәселе шешім қабылдау дейді. Шешім қабылдауға көп адамдардың жағдайы бола бермейді. Шешім қабылдай алмай жатады. Қорқыныш, үрейді жеңе алмай жатады. Сөйтіп өмірлерін өзгерту мүмкіндіктерінен айырылып қалып жатады. Соған шақыру. Шешім қабылдаңыз. Өйткені бұл сіздің өміріңізді өзгертеді деген сияқты мағынада жазылған жаңағы ойлар, тұжырымды ойлар жазылған. Мына жерде депозит, Vista депозиті қаржылық пирамида емес пе, ертең кейін жабылып қалмай ма деген. Бұл әркімді толғандыратын, әркімді ойландыратын мәселе. Сондықтан да осыған жауап ретінде компания қашан құрылды, қалай ақшаны қайдан тауып жатыр, қанша жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр деген мәселе төңірегінде ойлар айтылады. Ең соңында адамдардың пікірі. Мен осы депозитке қатысып, осындай ақша тауып жатырмын деген адамдардың пікірі. Осылардың бәрін оқып шыққаннан кейін, мысалы адам ақылы бар, дұрыс, осы нәрсеге қызығатын, осында кішкене де болса осы саладан кішкене хабары бар адам болатын болса, мынаны оқып, бәрін көргеннен кейін шешім қабылдайды. Бір шешім қабылдайды. Мына нөмерге хабарласады. Не болмаса, мына жерде мінекей депозитке тіркелу сілтемесі бар. Сол сілтемені басу арқылы сайтқа кіріп, депозитке өзі тіркеледі. Шешім қабылдайды. Мен айтқанда бұл жаңағы лендингтің пайдасы сонда. Мен айтқанда бұған кірген адам осы жоба туралы толық ақпарат алады. Содан кейін оның қажеттілігі, оның пайдасы, оның сіздің өміріңізді өзгертуге ықпалы, әсері туралы, бәрі туралы мәлімет алады, ақпарат алады. Яғни айтқанда санасы өзгеріп зарядталады, түсінік санасына бара бастайды. Содан кейін сол жерде отырып нық шешім қабылдайды. Сөйтіп бірден сіздің жобаңызға кіріп, сіздің клиентіңізді айналады. Бұның құдіреті сол. Лендингтің мына жоғары жақта мінекей ссылкасы бар, сілтемесі. Соны копировать етіп алып, мысалы, мына жерге қойып, мына жоғары браузердің жоғары жағына қойып, мынаны бассаңыз ашылатын болады. Сізге керегі мынау жаңағы жобаның сілтемесі. Сол сілтемені сіз түрлі
жаңағы әлеуметтік желілер арқылы таратуыңызға болады. Не болмаса тегін жарнамалық тақталарға таратуыңызға болады. Не болмаса ақылы жарнамаларға таратуыңызға болады. Сөйтіп адамдарды шақыруыңызға болады. Адамдарды шақырасыз осы мынау сайтқа, линдингке келіп бір оқып, бір мәлімет алып кеткен адам сіздің енді 10 адамның 2-3-і сіздің клиентіңіз болады. Көрдіңіз ба? Бұның құдіреттілігі сонда, сайт форматының құдіреттілігі сонда. Егер сізді осындай линдинг екен, егер сіздің өзіңіздің бір жобаға қатысып жүрген болсаңыз, интернет арқылы ақша тауып жүрген болсаңыз, интернет арқылы ақша табуды ниет етіп ойлап жүрген болсаңыз, қажет деп санайтын болсаңыз, егерде ондай болса, осындай линдингті мен сізге жасап бере аламын. Әрине тегін емес, ақылы. Бұндай линдингті өте қымбатта жасайды. Жаңағы кәсіпкер адамдар, кәсіпкерлер, сайт жасайтын кәсіпкерлер. Мен сізге қолжетімді арзан бағаға мысалы жасап бере аламын. Өзім осы жаңағы жасклик деп аталатын мынау сервистің базасында бұны жасауға көп уақыт кетпейді. Маған дайын шаблондары бар. Сіздің өзіңіз берген мәліметтеріңіз болса, видеоңыз болса, видео болмаса өзім де жасап бере аламын видеоны. Сонымен келісіп, сізбен осындай линдингті мен сізге жасап бере аламын. Ешқандай қиындықсыз. Басыңыз ауыртпай осындай линдинг жасап аласыз да, бірден оның сілтемесін тарату арқылы сіз өзіңіздің жобаңызға адамдарды шақыруды қолға жақсартуыңызға болады. Бұлай ауызша айтып көшеде кездескен адамдарды тартып жатқаннан гөрі осындай линдинг болатын болса, сізді интернет арқылы шақырсаңыз оның тиімділігі өте жоғары болады.